ең бар болғаны сол әскерге барып сен өзіңнің борышыңды өтеп келу. Одан басқа не керек бізге? Не керек? Ол әлсіздік деген нәрсені бір бойдан бір кішкене арылу керек. Кішкене емес, мықтылап арылу керек. Бәріміз де адамбыз. Бәріміз де бір келгеннен кейін, өмірге келгеннен кейін өмірден әйтеуір барынша кетуіміз керек. Кетеміз ғой, бәріміз келдік пе, кетеміз ғой. Бірақ қалай болып кетеміз? Кім болып кетеміз? Осы ұстаным жасау керек. Қазір көбіне де жалпы негізгі мына соғыс алыстайды ғой. Содан кейін мынау елді қорғау деген соғыс ертең болып қалады-ау деген нәрсені ұмытып кетеміз. Өйткені тыныштық заманға тез үйреніп қалды адам. Сосын міне қазір көбісі бүйтетін жалпы сөз бар ғой. Мына нанның қадірін ұмытқан адам нанды теуіп ойнайды дейді. Қазір қарап тұрсаңыз, мына көбін бір үйдің жанында жиналып қоқыс жиналатын жәшіктер бар ғой. Соны үшін қарап тұрсаңыз, қаншама продуктілер жатыр ана. Абылақ әр қазір біздің азаматтарым қай-қайсысына барып қарасам да, әрбіреуінің басында жаңа кредит бар. Анау неге ысырап жасалып жатыр онда? Осыны ойлануымыз керек қой. Ал енді жаңағыдай соғыстың бейбіт күннің қадірін ұмытқан адам, ана соғыс иісі кетіп қалды. Содан кейін ұмытады шығар деймін. Соғыс болмай-ақ қойсын елде. Соғысты тілемейміз. Ал бірақ жау қайда деме, жар астында жау жатыр деген бар. Сол үшін біз елді қорғап қалу үшін бес қаруымыз сақадай сай болып, қарулы күштерінің құрамында кәдімгідей иық тіресіп тұрып, кәдімгі ұстанымы мықты жастарымыз көп болу керек. Бұл жалаң тек әшейін бір айқайлап айтатын, бір жалаңдатып айтатын бір сөз емес. Бұл расымен де бойымызда ұстаным болу керек. Бұны қазір біз айтпасақ кім айтады? Біздерге де қиын болды кешегі. Ауғанстан жерінде жүргенде. Ол кезде де бейбіт заман болды. Бірақ сол кезде тәуелсіздік бізде болмағандықтан, анау Мәскеуден шешкен шешіммен біздер далтта 18 жастағы балдарды 19-ға толар толмасымызбен Ауғанстанға айдап жіберді апарып. Ол жаққа борышымды өтеп келдім. Бірақ келдік, қиын болды. Бірақ қиын болса да әйтеуір ұстаным болды да, кішкене ол кездегі бір ана үлкен астыдағы бұрынғы ана ескідегі өтіп кеткен аталарымыздың бойындағы бір қасиет бар. Соны ұстап қалдық па, әйтеуір бойымызда ұят деген дүние болды, намыс деген болды. Намысы жігерлік дейді. Жігіттің бойынан намыс пен жігер кетсе, ана елдегі жүрген қыздардың бойынан жүген өтеді деген бар. Сол үшін намысы мен жігері мықты болатын жігіттеріміз көп болу керек.